Кеш жарық, аман есенсіздер ме, менің қымбатты жаны жайсаң көрермендерім. Мен бүгін сіздерге квашный дейді ғой, қазақша айтқанда ашытылған. Квашный помидор, қызанақ, көк піспеген. Соны квашный жасайын деп тұрмын. Капуста араластырам. Міне керек нәрселер: бір тал сәбіз, 2 тал ащы бұрыш, 2 тал тәтті бұрыш, міне бір үлкен бас чеснок. Бұл жерде мен кеше ғана өзімнің содан кеше соңғы помидорларды, көк помидорларды жинап алдым. Міне укроп, ақ желкен, міне кептірілген петрушка, горчица, ұнтақталған дөңгелек қара бұрыш. Мына капустадан бастайын мен, 40 қабат дейміз ғой қазақшасы. Бұл ондайлық көп керек емес. Қазір мен кішкене сыртқы бір қабатынан 5-6 жапырағын алып алайын. Міне өстіп жұп-жұқа қылып турайсыздар. Жұқа қылып тураған жақсы. Сәбізді тураймын. Жұп-жұқа қылып, оны теркадан өткіздірмей, жұқа қылып турасаңыздар, сол жақсы. Биыл мына биогумус дегенді көп адамдар білмейтін шығарсыздар. Сол биогумустың арқасында міне менің уражайым титтей жердегі міне пісіп осы күнге дейін, мына қараша айына дейін пісіп жатты. Міне сол сарғайып біраз піскен әлде қойып қойдым. Оны салат жасап жеп жатырмыз. Мына жылаушын деген нәрсе бар. Жылаушының жаңағы өндірген өнімі биогумус деген. Білмейтін адамдар бар ғой әрине. Сол биогумустың арқасында керемет уражай, өнім берді. Сіздерге соны айтып отырайын, қызық болсын бір шетінен деп жатырмын. Қымбатты менің көрермендерім, айналайындар, видеоны көріп қана қоймай, істеп көріңіздер, жастар айналайындар. Со сендерге әдейі істеп жатырмын осылай, қолымнан келгенше. Міне енді 40 қабатпен сәбізді араластырамыз. Мына қызанақтың міне мынандай нелері бар, міне кішкене дақтай емес, бұзылмаған. Бұны енді бөліп салуға да болады. Мен бөлейін деп тұрмын қызанақтарды. Өйткені маған ұнамай тұр, мынандай жерлерін алып тастағым деп тұр. Және жылдам сіңеді ғой. Осылай міне үлкен қызанақтарды бөліп қояйын деп жатырмын. 4-ке бөлсеңіздер де болады, өте үлкен болса. Орташалау болса 2-ге, мен мыналарды 4-ке бөлемін. Енді біз рассол дейді ғой, тұздығын дайындаймыз. Міне 1 литрге 1,5 қасық тұз салайын деп тұрмын. Өте қатты толтырмай. Менде мына жерде 6 литр су болды, бірақ қанша кететінін білмеймін. Менің шелегім 18 литр екен. Үлкен қасықпен 1,5 қасық қант қосамын.
Енді челекке салуды бастайын, бисмилля деп. Міне енді менде кептірілген ақ желкен. Зонтик деп қояды ғой. Бәрін салатын көкшөптерімді астына салып аламын. Міне ашты бұрыш. Тәтті бұрыштар. Енді міне үстіне қызанақтарды саламыз. Міне енді бір слой деп қояды ғой. Бір қабат өте қалың қылмай араластырған қырыққабатымызбен сәбізімізді саламыз. Менде кептірілген петрушка бар. Содан салайын. Енді қайтадан қызанақ помидор саламын. Кориандр салам, иә. Неғұрлым көкөністер көбірек болса, шөп шалаңдар. Дәмді болады ғой. Горошек дейді ғой. Дөңгелек қара бұрыш салам. Не? Сарымсақ. Және бір қабат қырыққабатымды салайын. Бисмилля деп суымды құяйын. Білмеймін, 6 литр суым көп бола ма, аз бола ма. Бағана 6 литр су болған. Ендіге тұзды қосудың қажеті жоқ. Міне тағы 1 литр кәдімгі таза су құйып жатырмын. Сонда 7 литр су кетті менде. Мен сіздерге кейін айтам дедім ғой. Мына 40 қабаттың капустаны жапырақтай күйінде бүйтіп бетін жауып жатырмын. Оны олай істеп жатқан себебім, кейбір адамдар хреннің жапырағын жабады,
Менде енді хреннің жапырағы жоқ болып қалды. Сондықтан енді мен сіздерге тағы бір нәрсені айтайын. Мына горчица дейді ғой, міне ұнтақталған. Осы горчицаны сеуіп қоямын. Капустаны төсеген себебім сол. Өйткені бұл қарсылық бактерияға. Сондықтан өстіп горчицаны сеуіп жатырмын. Бұны өлшеудің қажеті жоқ. Өзіңіз қанша сепкіңіз келеді. Антибактерия, иә. Міне мен челегімді жаптым. Енді бұны мен 1,5 немесе 2 айдан кейін ашамын. Егер де менің осы жапқан квашный, қазақша айтқанда ашытылған қызанағымның видеосы ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.